Қайырлы күн достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі каналы. Бүгін сіздерге повидло салмасы бар ең жұмсақ рогаликидің рецептісімен бөлісетін боламын. Керек ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен апарасын дайындайық. Ол үшін бізге 200 грамм жылы сүт, 2 шай қасық дрожж және 1 ас қасық шекер қажет болады. Осыларды жақсылап араластырып, 10 минутқа шапка шыққанша тыныштыққа қоясыз. Мінекей, апарамыз дайын болды, әрі қарай қамырымызды жасауға кірісейік. Осы апараның үстіне жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Ендігі кезек-кезегімен шекерімізді, ертілген сары майымызды, содан соң жұмыртқамызды салып араластырамыз. Негізінен 2 жұмыртқа қажет, бірақ 1 сарыуызын алып қойсаңыз болады, себебі ең соңында рогаликидің бетін сылайтын боламыз. Мінекей, айтылған барлық ингредиенттер салынған соң жақсылап араластырамыз және електен өткізілген ұнымызға 1,5 грамм ванилинімізді салып, содан соң сұйық консистенциямызға қоса бастаймыз. Қамырымызды дайын қылып шығарамыз. Ең алдымен қасықпен, содан соң қол күшімен елеп, қамырымызды дайын етеміз. Мінекей, қамырымыз дайын. Табамызға салып, 1 сағатқа тыныштыққа қоямыз. Ол жақсылап көтерілуі қажет. Мінекей, 1 сағаттан соң қамырымыз жақсылап көтеріліп дайын болды. Енді осы дайын қамырымызды кішкене бөлшектерге бөлеміз. Орта есеппен 80 граммдай болады. Менде 12 бөлшек шықты. Осы 12 бөлшегімізді үстіне целлофан пакетпен жауып, және де 10 минутқа тыныштыққа қоямыз. Мінекей, тағы да көтерілді. Осыдан соң енді повидлосын салуға кірісейік. Осылайша қамырымызды оқтаумен жайып аламыз және шеткі жағына видеода көрсетілгендей 2 шай қасық повидломызды саламыз және бекітіп астыңғы жағын пышақпен кесетін боламыз. Барлығын видеода өте түсінікті етіп көрсеттім деп ойлаймын достар. Осылайша барлық қамырымыздан әдемі рогаликиларды шығарып, пергамент қағазымызға салып шығамыз. Мінекей, салмасы салынған рогаликиларымыздың бетін видеоның басында көрсетілген 1 штук сарыуызымызбен әрлеп шығамыз. Піскен кезде өте әдемі түс беретін болады. 20 минутқа тынықтырып қоямыз. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пешке 30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, рогаликиларымыз дайын болды. Өте хош иісті және жұп-жұмсақ. Қазір ортасын ашып көрсететін боламын. Салмасы мол, тестісі жұмсақ, өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршамызға ас болсын достар.